Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді Орео тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Жұп-жұмсақ үлпілдектей бисквитті корждар және кремінде Орео печеньелері қосылған өте дәмді торт. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты миксермен ұлғайып, ағарғанша жақсылап араластырамыз. Миксермен жақсылап араластыру өте маңызды, себебі бисквиттің үлкендігі жақсы болып пісуі осыған байланысты болады. Миксерді көтергенде ізі тез кетіп қалмауы керек. Осы массамызға сұйық майды қосамыз және қопсытқыш, какао және ұнды елекпен елеп енгіземіз. Миксермен массамыз біркелкі болғанша араластырамыз, бірақ көп араластырудың қажеті жоқ, себебі бисквит басылып қалады. Корждарды 3 бөліп пісіретін боламын. Мен осындай кольцода пісіремін. Диаметрі 24 см асын фольгамен орап алдым да 3/1 бөлігін салдым. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 15 минуттай бисквит піскенше пісіреміз. 3 бисквит толықтай суыған соң кольцодан шығарамыз. Бисквит өте жұмсақ, үлпілдек және әдемі болып шықты. Орео печеньесін қолмен 5-6 бөлікке бөлеміз. Кремін жасау үшін тоңазытқыштан жаңа шыққан сап-салқын кілегей, сап-салқын сүзбелі сыр және қант ұнтағын араластырамыз. Миксерді көтергенде крем өз формасын жоғалтпайтындай болу керек. Майдалаған Орео печеньелерін қосып жақсылап араластырамыз. Тортты жинаймыз. Торт ыдыстан сырғып кетпеу үшін ыдысқа кішкене крем жағып алып, үстіне коржды орналастырамыз. Үстіне 3/1 бөлік кремді жағып, жақсылап тегістеп шығамыз. Екінші, үшінші коржды орналастырып, осылай қайтадан кремді жағып шығамыз. Кремді үстіне жан-жағына жақсылап жағып шыққан соң, тортты тоңазытқышқа 5-6 сағатқа сіңуі үшін салып қоямыз. Торт тоңазытқышқа 1 түн тұрды. Мен Орео печеньелермен әсемдейтін боламын. Сіздер өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Торттың бисквитіне сұйық май қосылғандықтан корждар өте жұмсақ, үлпілдек және дәмді болып шықты. Және кремді жақсылап жаққаннан кейін торттың корждарына одан сайын күшті сіңді. Сол үшін торт өте дәмді, өте жұмсақ, күшті болып шығады. Тортты қазір кесіп көреміз. Іші де өте әдемі көрінеді. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоға лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.